Сіздер, мен Каусар Ахметбек, Қазақстан Республикасының азаматы. Мен 2019 жылы 9 айда көші-қон шақыртумен көшіп келгем. Қазақстан азаматтығын 2020 жылы 8 айдың 5-і алғамын. Аға, мен інім Қазақстандамыз және Қазақстан азаматтығын алғамыз. Қазір Іле Қазақ автономиялы облысы Текес ауданы Азат көшесі 77-ші үйде әкем, анам, қызы, немересі бірге тұрады. Анам Чынарқан Чорман қызы 1955 жылы 6 айдың 1 күні туылған. Анамның денсаулығы өте нашар. Анамның ықтияр қаты бар. Қызы Шұғыла Ахметбек 1989 жылы 6 айдың 8 күні туылған. Ұлы Қадыр Қаланұр 2017 жылы 7 айдың 1 күні туылған. Әсілі 2019 жылы бір үйлі жанға көші-қон шақырту келіп еді. Сол көші-қон шақыртуындағы анам мен ағамның паспорттарын жасап бергендіктен Қазақстанға көшіп келдік. Ал сол жолы Қытай өкіметі көші-қон шақыртуындағы әкемді қызы Шұғыланы немересі Қадырды жібермей қойды. Содан бері әкем Шұғыла Қадыр Қытайда тұрады. Менің әкем Ахметбек Ниязбекұлы 1949 жылы 10 айдың 15 күні туылған. 1966 жылы 9 айда қызметке қатынасып, 2003 жылы 10 айда пенсияға шыққан партия мүшесі. Әкемнің ми солу ахуалы бар, қалқанша безде бар, жүрек соғу нашар, 40-ты көрсетеді. Құлақ естімейді, тізе ауырып таяқпен жүреді. Аяғы тізесі илікпегендіктен дәрет челегіне отырып дәрет сындырады. Үлкен дәрет, басқа жұмыс барлығына сөзсіз адам қарап күтімдеу керек. Тұрмыстағы өз-өзіне қарайтын көп жұмыстың мүддесі өзі шыға алмайды. Сол себепті Қытай өкіметінен паспорттарын жасап беруін өтініш еткенде Қытай өкіметінің заңы бойынша өзі қызмет істеген қазына мекемесінің қазіргі чужиі Бақыт Төреханұлы қол қойса паспортын жасауға болады екен. Сол Бақыт Төреханұлына барғалы 3 жыл болды, мүлдем жауап бермейді. Жоқтан басқа жауап ала алмаған. Әкем Ахметбек Ниязбекұлы, қызы Шұғыла Ахметбек, немересі Қадыр Қаланұрдың паспорттарын жасап Қазақстанға шығуына рұқсат беруін талап етеміз. Біз барлық балдары бөлініп қалған отбасын бірігуін қалаймыз. Әкемді, анамды ертерек күтімдеуді қалаймыз. Қытай конституциясы бойынша әрбір азамат емін-еркін жүруге құқығы бар. Сол құқығын пайдаланып, қай жаққа барса да өз құқығы бар. Олардың құқықтары тапталмасын. Анамыздың ықтияр қаты болғанымен жарымжан әкемді қызы мен немересі тастап кете алмай отыр. Және де Қазақстан сыртқы істер министрінен дүниежүзілік адамдық құқығын қорғайтын органдардан әкемнің Шұғыланың немересінің паспорттарын жасап беруіне көмектесуін сұраймын.